Ассалаумағалейкум достар, қадіріңіз қалай? Мен сол Қазақ автоэлектрігі, есімім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Достар, сіздерден всегда лайковать и кайфовать, и потом задавать вопрос на комментарияда орысша сөйлеп қойын. Әрине әзіл достар. Маған қойылған сұрақтардың ішінде мен білгеніме, мен білетін сөздеріме барынша қолдан келгенше жауап берем. Достар, бұл автокөліктің магнитофон әркім әртүрлі айтады. Достар, соны қалай жалғаймыз? Дұрыстап. Соны сіздерге көрсетіп жүрейін. Мүмкін автоэлектрикке бармай 2000 теңгені қалтаңызда қалдырып, өзіңіз жалғап алатын жағдай бар. Достар, бұл магнитофон әр түрлі болады. Бірақ көбіне көп себеті штекердің бірдей болады. Бірақ мына штекердің орындары өзге болуы мүмкін. Мен сіздерге соны дұрыс қалай жалғайтын көрсетейін. Сіздер қабыл алып, лайкап айтып, кайфап айтып, сұрақтарыңызды комментария қоя беріңіздер. Достар, магнитофонды жалғаған кезде ең дұрыстап жалғаудың бір әдісі. Біздерде кез келген магнитофонда осындай сары провод болады штекерінде. Осы сары проводты постоянно плюске жібереміз. Постоянно плюсте тұру керек бұл. Сосын мына қызылды кілтті ашқан кезде тоқ келетін проводқа жалғаймыз. Неге? Бұл мүмкін сіз кілтті өшірген кезде магнитофоныңыз өшеді. Мына сары провод арқылы магнитофон ішіндегі сіз сохранить етіп қойған, мысалы үшін радио каналдың кез келген каналы сохранить етіп тұрады. Көбі байқамайды, бұлай жалғап қояды. Екеуін алады да кілтке жалғап қояды. Сосын магнитофонды өшіріп қостырған сайын мынаның ішіндегі настройкасы кетіп қалады достар. Сондықтан мынаны постоянно плюске, қызылды кілтті ашқан кезде келетін топке жалғағандарыңыз дұрыс. Бұл қара плюс, ойдай кешіріңіз, минус. Массыға береміз достар. Енді мынаны сізге түсінікті қылдым. Енді мен сіздерге дұрыстап порядкісін жалға айтайын. Қараны кузовқа жібереміз, масса минуске. Сарыны постоянно плюске жібереміз. Қызылды кілтті ашқан кезде ток келген проводқа жалғаймыз достар. Енді каждый штекерді осындай ақ қара, фиолетовый қара, серый қара, жасыл қара болады. Достар, оны да жалғау дұрысы бар. Әрине, былай берсең де колонкаға дауыс шыға береді. Енді бір жалғаудың себебі бұл ақ қара, ақ провод бір колонкаға арналған. Колонкада қарасаңыздар, кез келген колонкада минус плюс кішкентай көрініп тұрады. Соны достар, мына қарасын минусіне жібересіздер, қызылын плюсіне, ойбай кешіңіздер, сызығы жоқты плюсіне бересіздер. Сол кезде колонка четкий ойнайды. И қалғандарда солай 4 колонканы 4 бірдей цветтен жалғап шығамыз. Одан кейін мынау көк провод. Бұл көк провод магнитофон қосылған кезде ток шығатын провод. Соны антенге жалғаймыз, мысалы үшін самуферге жалғаймыз. Өйткені магнитофон өшкен кезде антенда өшу керек, мысалы үшін соған жалғанатын провод. Енді түсінікті болып атса, достар, лайкап айтып, кайфап айтып, сұрақтарыңыз қоя беріңіздер. Есімім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Мен әр түсірген видеом әр қазағыма бір пайдасы тисе екен деймін. Істеріңіз сәтті болсын. Әрдайым магнитофондарыңыз сіздердің көңілдеріңізді жақсы көтерсін. Көліктеріңіз сіздерді далада әрдайым қалдырмасын. Үйлеріңізде тыныштық, той, қуаныш болсын. Түндеріңіз, күндеріңіз тыныш болсын. Сау болыңыздар.